Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің Арал Тұз акционерлік қоғамына жүргізілген тексеру қорытындысы. Ақтөбе қалалық азаматтық бастамалар орталығы қоғамдық қозғалысының төрағасы Жомарт Қартбайұлына, Арал аудандық прокуратурасына, Жақсықылыш кенті тұрғындары Ж. Сүйіндіковке, Б. Айтманбетовке, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті келіп түскен ұжымдық арыздар негізінде Арал Тұз акционерлік қоғамына еңбек заңнамасының сақталуына жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру нәтижесімен төмендегі анықталды. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 182 бабының 2 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, жұмыс беруші жұмыскерлерге қажетті санитариялық гигиеналық жағдайлар жасауға, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға сәйкес жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқ киімін беруді және жөндеуді, оларды профилактикалық өңдеу, жуу және дезинфекциялау құралдарымен, медициналық қобдишамен, сүтпен немесе бірдей тамақ өнімдерімен және диеталық тамақтануға арналған арнайы өнімдермен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы нөмірі 1056 бұйрығымен бекітілген жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және диеталық тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормаларының бірінші қосымшасының бірінші тармағына сәйкес, ішетін сүт бір ауысымға майлылығы 3,2%-ға дейін, жарты литрден төмендегідей химиялық заттарды өндіру немесе қолдануға байланысты жұмыстарда жұмыскердің нақты жұмыс істеген күндерінде оның ұзақтығына қарамастан беріледі. Алайда жұмыс беруші тарапынан 2023 жылдың қаңтар-желтоқсан айларына, 2024 жылдың маусым-желтоқсан айларына және 2025 жылдың қаңтар-сәуір айларына сүт алуға тиесілі жұмыскерлерге сүт өнімдері берілмегендігі анықталды. Кодекстің 182 бабының 2 тармағының 4 тармақшасының Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы нөмірі 1056 бұйрығының бірінші қосымшасының бірінші тармағының талаптары бұзылған. Кодекстің 184 бабының 5 тармағына сәйкес, жұмыс орындары орналасқан үй-жайдағы температура, жарық, сондай-ақ желдеткіш жұмыс уақыты кезінде санитариялық, эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуға тиіс. Алайда жұмыс беруші тарапынан өндіріс ішіндегі жұмыс жасайтын жұмыс цехтарында аспирация жүйесі, яғни желдеткіш жоқ екендігі анықталды. Кодекстің 184 бабының 5 тармағының талабы бұзылған. Кодекстің 113 бабының 1 тармағына жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгіленеді және келесі айдың бірінші 10 күндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек, ұжымдық шарттарда көзделеді. Жалақы төленетін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізіледі. Алайда жұмыс берушімен 2024 жылдың қаңтар айынан бастап осы күнге дейін жұмыскерлерге жалақысы кодексте белгіленген мерзімнен кешіктіріліп төленгендігі анықталды. Яғни жұмыс берушімен кодекстің 113 бабының 1 тармағының талабы бұзылған. Кодекстің 93 бабының 1 тармағына сәйкес, жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады, не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді. Алайда жұмыс беруші мен өндірістік персонал жұмысын атқаратын жұмыскерлерге еңбек демалысын беру туралы кестесі айқындалмаған. Яғни, жұмыс беруші мен кодекстің 93 бабының 1 тармағының талабы бұзылған. Тексеру нәтижесімен мемлекеттік еңбек инспекторы мен жұмыс берушіге анықталған заң бұзушылықты жою үшін нұсқама беріліп, заңды тұлғаға әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 87 бабы және 93 бабы бойынша әкімшілік шаралар көрілді. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысы Жұмағұлов